Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалатын малина қосылған пирог дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне қопсытқыш, қант және мұздатқыштан алған сары майды үккіштен өткізіп қосамыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Одан соң бір жұмыртқаны қосып, барлығын біріктіріп, қамыр илейміз. Қамырды дөңгелек етіп жайып, пергамент қағазы төселген формаға саламыз. Мендегі форманың диаметрі 23 см. Жан жақтарын осылай қолымызбен бортиктер жасап түзулейміз. Тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. 4 жұмыртқаға қант қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ұн мен қаймақты қосып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Тоңазытқыштан форманы алып, қамырдың үстіне малинаны саламыз. Және қаймақ қосылған салмасын құйып, алдын ала қыздырылған духовкада 180 градус 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісті. Енді оны толықтай суытып, тоңазытқышта кемінде 4-5 сағатқа немесе бір түнге қалдырамыз. Пирог өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.